Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында сүзбенің ешкім білмейтін құпиясы туралы пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қышқыл сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы сүзбе. Себебі оның құрамында адам ағзасына жеңіл сіңетін ақуызды амин қышқылға толы. Олардың ішіндегі ең пайдалысы метионин. Метионин бауырдың жұмысын реттеп, ағзаны уланудан сақтайды. Сонымен қатар ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді, қан қысымын реттеп, ұйқыны жақсартады және стресстік жағдайларды болдырмауға көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, сүзбенің адам ағзасына пайдасы өте зор. Жалпы сүзбенің құрамы кальцийге өте бай. Әрі калий, фосфор, магний, темір бар. Ал дәрумендерден көптеген дәрумендер кездеседі. Сол себептен сүзбе түрлі аурумен ауыратын адамдарға тұтыну керек өнімдердің бірі. Мәселен, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің ауруларында, жоғары тыныс жолдары қабынғанда, бауыр мен бүйрек ауырғанда сүзбені өз мәзіріңізге қосыңыз. Сонымен қатар қант диабеті мен қан қысымы артқанда да пайдаланған тиімді. Алайда шамадан тыс тұтынбаған жөн. Күніне 300 грамм сүзбеден 3 рет жесеңіз ғана пайдасын көре аласыз. Әйтпесе бәрі керісінше болуы мүмкін. Сүзбе балалар мен аяғы ауыр әйелдерге өте пайдалы. Себебі жаңа жасушалардың пайда болуына әрі жүйке жүйесінің дұрыс дамуына көмектеседі. Ал құрамындағы темірдің арқасында қаназдыққа қарсы тұра алады. Артық салмақтан айығу үшін де сүзбенің пайдасы мол. Ол үшін сүзбенің тек майсыз түрін ғана таңдаңыз. Оның құрамындағы көмірсудың мөлшері аз болғандықтан қарынды қатты аштырмай жеу керек. Ал керісінше майлы сүзбе артық салмақ қосқысы келіп жүргендерге таптырмайтын өнім. Сүзбеден компресс жасау арқылы да аурудан айығуға болады. Ол үшін тұмауратқан кезде сүзбемен балды араластырып кеудеге компресс жасау керек. Сүзбемен беттің әртүрлі терісіне қарай масканың түр-түрін жасауға болады. Асқазан жарасы мен іш ауырғанда престелген сүзбені жеген дұрыс. Ал дұрыс сақталмаған сүзбенің зияны көп. Себебі тұрып қалған сүт өнімінде бактериялар тез көбейеді. Сол себепті тек сүзбенің жаңа дайындалғанын тұтынғаныңыз жөн. Мамандардың айтуынша, сүзбе нәрлі заттарға, ақуыз бен майларға бай, ал көмірсулар керісінше аз. Сонымен қатар зерттеулерге сәйкес, сүзбені жиі жеген кезде адамның көңіл күйі көтеріледі. Бұдан бөлек күзгі депрессиямен күресуге көмектеседі. Бұл тағамның құрамында кальций, магний, цинк секілді микроэлементтер көп. Ол тек сүйек тінін нығайтып қана қоймай, ер адамдардың қауқарын күшейтеді. Дәрігер дүкенге барған уақытта сүзбе жазуына мән беруге кеңес береді. Сүзбеше немесе сүзбе массасы деген өнімдердің құрамында ароматизаторлар мен өсімдік майы болуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, сүзбе айтарлықтай құнарлы тағам. Сондықтан да күніне 300 граммнан артық жемеген дұрыс. Сүзбе сүттен дайындалған кальцийі мол керемет тағам. Онда 14-18%-ға дейін ақуыз мөлшері кездеседі. Сүзбеде жасынық құрылымы мүлде жоқ. Сондықтан ет, құс еті және балықтағы ақуыз көздерінен ерекшеленеді. Сүзбе жеңіл қабылданады және толығымен қорытылады. Сүзбеде майдың көлемі 20%-ға дейін жетуі мүмкін, бірақ диеталық майсыздандырылған түрлері де бар. Сүзбенің майсыздандырылған түрлері амин қышқылының алмастырылмайтын түрі метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин көлемін азайтып, бауыр майлануының алдын алады. Ал бауырдың майлануы ағзаға токсиндерді немесе түрлі дәрі-дәрмектерді қабылдауға мәжбүрлейді. Аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдер кальций мен басқа да микроэлементтерге бай сүзбені жиі қолданғаны жөн. 5-7 айлық сәбиге де сүзбе беруге болады. Балалар үшін сүттен жасалған, ұзақ уақыт қайнатылмаған майсыз сүзбе тиімді. Сүзбе ағзадағы ұлпаның өсуіне
және қалыпқа келуіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүйке жүйесі мен қан айналым және жүрек қызметіне өте пайдалы. Сүзбе тек қана балалар үшін ғана емес, егде адамдарға да аса қажет. Ол бауырды, атеросклерозды және гипертониялық ауруларды емдеу кешенінде диета құрамына кіреді. Сүзбе асқазандағы және ұлтабардағы жараны, созылмалы гастритті, өт қабындағы созылмалы ауруларды, панкреатитті, ішек ауруларын емдеуге көмектеседі. Сүзбе кез келген диета құрамына енеді. Құрамындағы кальций мен фосфордың көлемі және екеуінің физиологиялық тұрғыдағы жақсы қатынасының әсерінен сүзбе өзге тағамдардан ерекшеленеді. Атап өту керек, сүзбедегі кальцийдің молдығы туберкулез кезінде, сүйек сынғанда, рахит кезінде, бүйрек пен жүрек ауырғанда жақсы әсер етеді. Сондай-ақ асқазан ішек ауруларында сүзбе емдік мақсатпен қолданылады, өйткені қорытылуы тез, жеңіл қабылданады. Мұндай аурулар кезінде майсыздандырылған диеталық сүзбе немесе қаймаққа ұқсас, ең бастысы қышқылдығы төмен сүзбе қолданған жөн. Әдетте сүзбенің қышқылдығы асқазан жарасы мен гастритпен ауыратындар үшін де жоғары саналады. Балалардың өсу кезеңіне сүйек буынының қалыптасуына байланысты сәбидің 8-9 айынан бастап 30 граммнан беріп үйретіп, сосын ақырындап 100 граммға дейін көбейтуге болады. Ал мектеп оқушыларының ойлау қабілетін жасөспірім шақтағы сүйектің бойдың өсуіне септігін тигізетіндіктен мектеп жасындағы оқушыларға 2-3 мәрте 100 граммнан талғамына қарай әртүрлі жеміс қақтарымен және мерзімдік кез келген жемістермен араластырып беруге болады. Ересектер мен қарт адамдарға аптасына 2-3 мәрте 200 граммнан жеуге болады. Сүзбе және сүзбе тағамдарын басқа тағамдармен араластырмай, мүмкіндігінше бөлек жеген дұрыс. Әсіресе қақталған, маринадталған тағамдармен бірге жеуге болмайды. Себебі сүзбенің құрамындағы кальцийдің сіңуіне кері әсерін тигізеді. Сүзбені тоңазытқышта иісі өткір заттармен бірге араластырмай, 8 градус температурада 3 күн сақтау қажет. Ол тез бұзылатын тағам түріне жататындықтан сатып алған соң тез арада тұтыну қажет. Сүзбенің адам ағзасына тигізер пайдасы көп. Тек өзіңізге қажет түрін талғамыңызға қарай таңдап, мөлшермен тұтынғаныңыз жөн. Сапалы сүзбе сіздің денсаулығыңыздың кепілі. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.